Қайырлы кеш, құрметті футзал сүйер ағайын. Семей Бәйтерек арасындағы кездесудеміз. Бірінші матч 4-2 есебімен біздің команданың пайдасына шешілді. Жай ғана шешілген жоқ. 2-2 есебімен тең тұрған матчта Дедезино мен Кандидоға сенім артқан семейліктер әйтеуір 4-2 есебімен басын түстік. Енді бүгінгі матч қалай болады? Матчтың тағдыры қалай болады? Бәріміз бірге тамашалайық. Бәйтерек шабуылда. Он үшінші минут. Есебел ашылған жоқ. Ойын тартысқа толы. Ақжол Дәрібай доппен. Рикардиньо қойдым жаңыл сұқасан 23 нөмірдегі Сұрмерген. Жаңадан келген мароккалық легионер белсенді. Қонақтар шабуылда. Не деген соққа? Семейлік жанкүйерлер Игитаға сенім артады. Қонақтардың шабуылы. Кая! Деде допталса гол салмай қоймайтын ойыншы. Үздік Сұрмергендер қатарында Расул Абдумалабұлы. Аяттан былтыр келді. Биыл келді, былтыр аятты ойнады. Кандидо қателесіп кетті бұл жерде. Бірақ өз қателігін жуып шайдан. Кайо Торес асықпайды. Кайо біздің Қазақстан чемпионатын жақсы біледі. Әбден еті үйренді. Дедезиньо міне біздің Сұрмерген талайға таңдай қақтырып жүрген ойыншы Дедезиньо. Жергілікті жанкүйерлер біраз жыл болды бұлардың осылай атой салып. Деде өте қауіпті. Дедезиньо! Аренадағы атмосфера осындай. Игитаның өзі қалын білуде. Кайо жүрекпен ойнайтын ойыншы. Аяғына бірдеңе болған ол да сезіп тұр. Әрине Семей үшін өте үлкен қиын болуы мүмкін, әрине. Жарақатына тез айығып кетсе дейміз. Алдағы матчтарға жауапты матчтар алды екенін білеміз. Керек ойыншы екені жалпы түсінікті. Я, сонымен құрметті жанкүйерлер, бірінші тайм аяқталды. Есеп 1-0. Біздің көңіл күйіміздің бір құлазып тұрғаны Кайо Торестің жарақаты болып тұр. Артынан білетін боламыз. Ауыр ма, жеңіл ма дегендей. Екінші тайм басталды. Кандидо доппен
Кандидо көздегісі кеп тұр. Гамил Герейханов, ресейлік ойыншы. Рикардиньоға қалдырды Кандидо. Дедезиньо. Камил! Есеп 2-0. Гол Дедезиньоға жазылады. Расул Абдулмана доппен. Әдемі! Әне. Родригиньо бұрыштама добын орындайды. Я, құрметті жанкерлер, ойынның аяқталуына бір 4 минуттай уақыт қалды. Есеп 3-0. Гамил Герейхан 3-ші голды салып есепті еселеді. Бүгін тамаша ойнады семейліктер, жинақы, тұрақты ойнады. Және мына бір шабуылды көрейік. Есеп 4-0 алыстан асыра салды. Доп қақпада. Кім асырғанын нақты көреміз. Ринат Төреғазин ғой деймін шамасы. Жалпы аренаға жиылған жанкүйерлердің қарасы аз емес. Матч аяқталды. Есеп 4-0. Семей көш бастауға жақын тұрып. Құрметті жанкүйерлер, мен Бәйтерек футзал клубының ойыншысы, есімің кім? Алишер. Алишермен бүгін бір-екі ауыз сұхбат алайын деп тұрмын. Жігіттерге рахмет, барынша тырысты. Жалпы бүгін ойын жайлы бір-екі ауыз. Біріншіден баршамызға ассалаумағалейкум. Осы айт құтты болсын, қабыл болсын барлығыңызға. Ойын жайлы айтсақ, ойын дейтін атмосферный болды. Өте қиын болды екінші матч. Кешегі ойында қиын болды. Бәйтеректің мақсаты қандай команданың? Плей-оффқа шығу. Плей-оффқа шығу. Бір айтарлықтай осы міне мықты деген игрок қайсы айтар еді? Бір-бірден айта алмай, барлығы жақсы. Өткені Семей дейтін, бір жылда дейтін осындай команда құрап, Лига чемпионға шығып, трофей алып бірінші жылдары. Өте жақсы команда. Семей жайлы атмосфера, арена бірінші рет бар арена? Жоқ, екінші рет. Семей өте жақсы атмосферны. Маркетинг дейтін енді жақсы болған. Ма қатты ұнайды, болельщиктерді кәдімгі бәрі. Рахмет, қонақ команда. Алейкум салам. Как ваш? Нормально. Отлично. Как настроение? Торрес там, травма какая? Да, ну так, мы выиграли сегодня победа, конечно, серьезно, до последних секунд. А Каю, я думаю, это серьезная травма. И для нас, которая, могу сказать, сейчас мы покрепились как семья, да, и мы чувствуем сейчас его там боль. Надеюсь, что будет хорошая новость. Ну, он очень сильный тоже человек, очень сильный парень. Если какие-то
операция нужно делать, он возвращает сильнее. Игрок, когда серьезно травма, он сам знает, когда серьезно, и он это чувствовал. Ну, он должен сейчас поддерживать, сделать снимок, смотреть, какой травма и лечение делать. Лева, можете по-честному сказать, Перово пока неизвестно, что там? Да, еще будет суд, пока FIFA должен решать, когда будет суд. А я думаю, до конца апреля, может быть, если уже какие-то решения. Ну да, потихоньку привыкаю. Все-таки маленький город. Да, тоже много не гуляю, больше отдыхаю, не молодой, если гуляю постоянно, не хватает там на поле силы. Люблю семей, здесь народы очень гостеприимные, очень добрые люди, и поэтому, конечно, мне очень приятно участвовать и играть за этот город. Первое, надо получить путевку на Лигу чемпионов, это цель, главная цель. Попасть в финал чемпионата. А там разберемся. Все, хорошо, спасибо. Удачи. Біздің команданың жаңа ойыншысы. English, Spanish. Че балдар, ұнады ма футбол? Әрине, Кімді күтісіңдер? біз Ясинді. Ясинді? Иә. Құрметті жанкүйерлер, менің қасымда өзіміздің семейлік Рауан Атантаев, Семей футзал клубының қақпашысы. Бүгінде міне жанкүйерлердің сүйіктісіне айналды. Рауан, бүгінгі матч құтты болсын, енді жақсы екі матчта да жеңіс. Ол біз үшін де жақсы, сендер үшін де. Осы жалпы сұрақ былай болсыншы. Бапкер кетті, клубта біраз жаңалықтар пайда болды. Перовоның жағдайы, жалпы сол кездері ойын біраз шашыраңқы болып, енді жиналып жатқан сияқтысыңдар. Соған кішігірім көзқарас. Ол әрбір команда бір қиын жағдайлар болады. Әрбір жерде, әрбір салада да ондай болып тұрады. Бізде де сондай қиыншылықтан өттік. Енді Аллаға шүкір, оны өткіздік. Қазір енді ойынымыз түзелді. Уже біздің ойынға деген планымыз бар, ойынға деген стратегиямыз бар. Соны орындап, бапкерді бізге уже қойды, бапкердің айтқан ұсынысын бәрін орындап келе жатырмыз. Ойын бәрі жақсы, енді ондай үлкен спортта, үлкен футболда дегендей ондай жағдайлар болып тұрады. Ондай әрбір осындай жаңалықтарға дайын болу керек деп айтамын. Бапкердің жалпы нұсқау болып, жалпы көңілдеріне шығады. Өзіміздің отандық бапкер ғой, дегенмен де қолдау бар шығар. Қолдау бар, әрине. Бізде барша енді бізде ойыншылардың өздері де, жастары бапкерден де үлкен болып айтылса да, біз бапкерді бапкер ретінде сынаймыз, ойыншылар өздерін, біз ойыншы болғаннан кейін өз жұмысын өзіміз істейміз, бапкер өз жұмысын өзі істейді. Бізден қандай қолдау керек, біз соны көрсетіп көмектесеміз. Енді сонда мақсат жалпы чемпиондар лигасы былтырғыдай сол чемпиондыққа жету. Мақсат чемпионство. Мақсат чемпионство бірінші ойыншы рет. Сосын екіншіден ол уже біз неге қараймыз, Лига чемпионовқа. Қазіргі таңда бізде кубок өтті, кубокты алдық, Аллаға шүкір. Енді бізде Қазақстан біріншілігінің чемпионаты болып жатыр, сол чемпионстводан болып, қайттан бізге өзі осы біздің титулды қорғап қалу. Сол біз мақсат. Клуб бәсекеде 5-1 деп ешкім ойлаған жоқ, мүмкін бәлкім тең болып аяғына дейін барады деп ойладық. 5-1 болды, себебі команданың бір-бірін тез түсініп, команда ойынын сол. Команданың самоотдачасы және әр ойыншының настройымен тренердің айтқан нұсқауы сол біздің жеңіс.